Саламатсыздар ма көрермендер? Бүгін бізде Camry 20 автокөлігі. Автокөліктің келу себебі аязда от алмай қалған. Ең бірінші біз үй жағдайында немесе автокөлікті қалай от алдыру керек сіздерге көрсетейін. Енді бізде бірінші кезекте мотордың, яғни бүкіл свечной проводтарын шешеміз. Енді келесі сүлбілерін, свечаларын шешеміз. Төртеуін де шешуіміз керек. Ең бірінші төртеуін де босатамыз. Көп автокөліктер осы қыста бізде от алмай жатыр. Ол біздің автокөліктің компрессиясына, аккумулятор батареясына және майға байланысты от алмай қалуы мүмкін. Сол үшін қысқа дайындық бірінші свеча, май және аккумулятор тексерілу керек. Біз 4 свечасын шешіп біттік. Свечалар шықты. Енді бізде свеча бензиннің иісі шықса егерде автокөлікте бәрі бар деген сөз. Яғни осы аязға байланысты от алмай қалды. Бензиннің иісі шығып тұрады. Ал келесі біз свеча шешкеннен кейін автокөліктің артқы сиденьясына барып, екі жағында екі защелка бар. Жыламыз. Аяғында екіншісі бар. Автокөліктің сиденьясын шығарамыз. Бізде осындай темірмен қапталған орын бар. Осында егер шешсек, бізде бұл бензонасос. Яғни біз бензонасосты ең бірінші защелкасын басып шығарып аламыз. Бензонасос шығардық. Біз не үшін бензонасос шығарып жатырмыз? Яғни біздің бағанағы поршында бензиндерді қайтадан құйып салмауын қамтамасыз етеміз. Осыдан кейін біз автокөлікті свечалар шешілген күйде қуалаймыз. Ішіндегі бензиндерді қуып тастаймыз. Бұл біздің автокөліктің келесі жағдайда от алуына қатты көмектеседі. Бірақ бензонасосты шешпей ешқашан бүйтіп істеуге болмайды. Шештік. Келесі бізде автокөліктің свечаларын үйдегі газбен немесе горелка болса сондай заттармен өртеп қыздырамыз. Бізге аккумуляторды немесе басқа жақсы аккумуляторға ауыстыру керек, немесе өз аккумуляторын қаттырақ зарядтау керек болады. Өйткені бізде қазір жақсы аккумулятор керек болады осы жағдайлардан кейін. Ал енді біз горелка мен свечаны өртейміз. Свеча өртегенге қорықпаймыз, өйткені ол еріп кететін зат емес. Үйде газда да өртексек болады. Бір уақыты 5 минуттай бізге жетеді. 5 минут өртеп алсақ, толықтай қызғанын бақылаймыз. Өстіп жақсылап қыздырып өртеп аламыз. Өйткені көбінесе заливать еткен свечалар істен шығады. Енді біз міне қазір ыстықтай свечаларды поршындарға саламыз. Енді қайттан бәрін бұрап ыстықтай бұраймыз осылай. Бүкіл свечаны бұрап шығамыз. Biz endi
свечаны салып болдық. Енді біздің случайда, біздің жағдайда аккумулятор батареясын ауыстыра саламыз басқасына, жақсы зарядталып тұрған аккумуляторға. Сіздер аккумулятор батареясын зарядке қойып, осы заттардың бәрін істей білуіңізге болады. Енді аккумуляторды ауыстырайық. Мына енді біз басқа аккумулятор батареясын салып қойдық. Енді келесі очередте бізде автокөліктің ішіне кіріп, бензосос бізде әлі ажырап тұр. Ажыраған күйде газды до конца басамыз. Енді қуалаймыз. Келесі бензососты тығып көреміз. Бензосос тықтық. Осылай оталды. Назар салғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.